Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 18-ші сабақ. Бүгінгі тақырып адамдық борышың. Бүгінгі сабақта мәтіннен тірек сөздерді таба аласың. Бірінші тапсырма үлгі бойынша сөйлеуге жаттық. Борышым сөзін парызым, міндетім деп айтып көр. Ата-ананы қадірлеу менің парызым. Отанды қорғау менің парызым. Ата-ананы қадірлеу менің міндетім. Отанды қорғау менің міндетім. Өлеңді түсініп оқы. Адамдық борышың. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл түл. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үшінші тапсырма өлеңге сүйеніп кестені толтыруды жалғастыр. Жақсы деген немене, жаман деген немене. Жақсы деген ар сақтау, талаптану, еңбек ету, білім, өнер үйрену. Жаман дегеніміз өнерсіз, білімсіз, ақ жолдан ауытқу екен балалар. Төртінші тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің автор туралы әңгімеле. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, ойшыл, аудармашы. Семей өңірінде туған. Ол өз бетінше оқып, араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгереді. Шәкәрімнің әдеби мұралары қазақ әдебиеті үшін асыл қазына болып табылады. Бесінші тапсырма ақын өсиетін жаттап алыңдар балалар. Алтыншы тапсырма 5 мысал ойластыр. Сенің борышың не? Бірінші, ата-анаңды құрметте, олардың еңбегін бағалап жақсы көру. Екінші, білім алу, оқуға тырысу, өз болашағың үшін жауапты болу. Үшінші, досқа адал болу, сенімді дос болып көмектесе білу. Төртінші, елді сүю, отанды құрметтеу, мәдениетті сақтау. Бесінші, жақсы адам болу, шыншыл, еңбекқор, мейірімді болуға ұмтылу екен балалар. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.